Қаланың шет жағындағы үлкен жолдың бойындағы үйде жас отбасы тұратын. Олардың егіз екі қыздары болатын. Қыздары бір-бірімен қырылыспай, үлкендермен ерегіспей, өте ақылды болып өсті. Бір күні аналары үйге азық-түлік алу үшін дүкенге бармақшы болады. Қыздарын үйде үлкендерсіз қалдырғысы келмей, өзімен бірге алып кетеді. Қыздарының қолдарынан ұстап жолдан өтіп барады. Бірақ жолдың ортасына жеткен кезде бұрылыстан үлкен жылдамдықпен жүк көлік шығып қалады. Әйел жолдан өтіп үлгеру үшін жүгіре жөнеледі. Өкінішке орай, аналардың артынан үлгеру үшін қыздар тым кішкентай болатын. Сол себепті де екеуі де шалынып құлап түседі. Әйелге қыздарының қолдарынан қаттырақ ұстап жүгіруге тура келді. Әйел жолдан өтіп үлгереді, бірақ қолдарынан ұстап тартып келген қыздары енді жоқ. Жүк көлік үлкен жылдамдығын азайтпай, егіздердің үстінен өтіп кетеді. Әйелдің қолында тек қыздарының үзілген қолдары қалды. Жол үстінде үлкен жайылған қанды көріп, әйел есінен танып қалады. Жерлеу рәсімінде күйеуі әйелін жұбатқысы келді. Бірақ әйел, бұл менің кінәм, олардың өліміне мен кінәлімін, деп айқайлап қоймады. Уақыт өтті. 4 жылдан соң әйел тағы көтерді. Дәрігер тағы да егіздер екендігін айтқанда, әйел күйеуі екеуі таң қалды. Осы қуанышты кездейсоқтың әйелге болған қайғылы күнді ұмытуға әсері тиді. 2 қыз дүниеге келді. Әкесі мен анасы оларға алдыңғы қыздар жайлы айтқылары келмеді. Өздерін бұның алдында мүлдем балдары болмағандай ұстап жүрді. Бір күні қыздар саябақта ойнап жүрген кезде аналары үйінен шығып дүкенге баратындарын айтты. Жол жиегінде тұрып, әйел баяғыда болған оқиғаны ойлап кетеді. Жан-жағына қарап, қыздарының қолынан қаттырақ ұстады. Жолдан енді өтпекші болған еді, қыздары айқайлап қолдарын тартқылай берді. Жоқ, ана, бізді ұстама. Біз тағы да өлгіміз келмейді. Бір дауыстан айқайлап, екеуі де жылап жіберді.